Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін таңғы асқа сұлы жармасы, яғни овсяная каша дайындаймыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті құралдарды описаниеге қалдырамын. Ендеше кашамызды дайындауға кірісейік. Алдымен табамызға аздаған су құйып қайнатып аламыз. Суымыз қайнаған соң үстіне біртіндеп кашамызды саламыз. Маған осы фирманың кашасы ұнайды, тез дайындалады, әрі қатты ірі емес. Кашамызды салған соң ыдысымыздың бетін жауып, 2-3 минут баяу отта қайнатамыз. Дәміне қарай тұз және де қант қосамыз. Біздің кашамыз жартылай пісті. Видеода көрсетілгендей суы тартылғасын, үстіне сүт құямыз. Мен сұлы жармасынан дайындалған сүт қосамын. Сіз кез келген сүтті қоссаңыз болады. Дегенмен бұл сүттің маған ұнайтын жері пайдасы көп, дәруменге бай, ішуге де, сонымен қатар түрлі таңғы ас дайындауға да келеді. Сүтті біздің кашамыз батып тұратындай мөлшерде құямыз. Кашамызды араластырып, қақпағын жауып, баяу отта 2-3 минут пісіреміз. Осы аралықта менің кашамның бетін әсемдеуге қажет жеміс-жидектерімді дайындап аламын. Өзіңіздің қалауыңша түрлі жеміс-жидек немесе жаңғақтарды қосуыңызға болады. Осымен біздің кашамыз дайын болды. Ыдысымызға салып, бетін қалауыңша әсемдеуіңізге болады. Өте дәмді әрі жеңіл таңғы ас, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.